Облысты әділет департаментінің басшысы тағайындалды. Бұл қызметке Қалдыбек Сапаров келді. Ол осыған дейін Атырау облысында аталмыш органның жетекшісі болған. Қалдыбек Сапаров 1978 жылы дүниеге келген, мамандығы заңгер. 2000 жылдан бастап әділет органдарында түрлі лауазымда қызметте болған. Сала министрлігінің өкілі өз кезегінде жаңа басшыға сәттілік тіледі. Келе жатқан басшыларыңыз кезінде 2010 жылдан 11 жылы арағында осы сыр өңірінде жұмыс істеген, әділет жұмысын жақсы біледі, сот орындаушы жұмысын жақсы біледі. Өздеріңіздерді қабылдап, осы негізге қойған мақсаттарды, тапсырмаларды осы орындауға өзім ойымша орындайды деп ойлаймын. Назначен руководитель областного департамента юстиции. На эту должность пришел Қалдыбек Сапаров, до назначения занимавший должность руководителя департамента юстиции Атырауской области. Қалдыбек Сапаров родился в 1978 году, по специальности юрист. С 2000 года занимал различные должности в органах юстиции. Представитель Министерства юстиции пожелал новому руководителю успехов на новой должности. Первая миссия в том заключается, что оказание госуслуг непосредственно населению, которую непосредственно наш министр, наше руководство много внимания уделяет. Поэтому совокупности все эти вопросы, которые непосредственно ставятся нашим территориальным органам, эта задача всем заключается в оказании.